Қайырлы күн оқушылар. Бүгін мен сіздерге БЖБ, яғни бөлімдік жиынтық бағалаудың өткізілу форматымен таныстырайын деп отырмын. Ертеңгі БЖБ-да бізде онлайн түрде, яғни exam, мына жерде жазып тұр, мына exam.net осы сайтта өтеді. exam.net сайтына кірген кезде сіздерге мынадай түрде окно ашылады осылай. Студент, яғни оқушы басасыздар, осыған teacher дегенге баспайсыздар. Ол жерге мұғалімдер кіреді. Осы студентке кірген кезде мына жерден сізден код сұрайды, яғни пароль, ключ. Бұл пароль мен ертең сабақтың басталар уақытында сіздерге беремін, басталардан 10-15 минут бұрын. Сіздер осы ключпен кірген кезде next-ті басасыз. Сол кезде мына менің нем шығады, менің сабағым шығады. Менің сабағым шығады. 5-ші сынып, қазақ тілі, 4-ші тоқсан, номері 1-ші БЖБ. Бұл жерде жаңағы аты жөндеріңізді жазасыздар, сосын фамилияңызды жазасыз, классыңызды жазасыз. Сол кезде не басталады? Тапсырма басталады. Тапсырмада, 1-ші тапсырма қазақ тілі бойынша берілген мәтін беріледі. Сол мәтін бойынша негізгі және қосымша ақпаратты, өткен тақырыпқа аспан денелеріне қатысты негізгі және қосымша ақпаратты 2 сөйлеммен жазасыздар. Негізгі ақпарат 2 сөйлем, қосымша ақпарат 2 сөйлем. Сөзді мәтінде қалай тұр дәл солай көшіріп алмайсыздар, кішкене өзгертіп өз сөздеріңізді қосасыздар. 2-ші тапсырма, берілген мәтінде осы мәтіннің ішінде кездесетін сан есімдер бар. Соларды құрамына, мағынасына қарай талдайсыздар. Сан есімнің саны 8 сан есім бар оның ішінде. Құрамына қарай сан есімді талдайсыздар. Дара ма, күрделі ма? Дара болса, күрделі болса, оның ішінде қайсысы? Негізгі ма, туынды ма? Күрделі болса, қосарлы ма, тіркескен ба? Мағынасына қарай талдайсыздар. Сан есімнің 6 түрі солай істеледі. Так, дескриптормен таныстырып өтейін. Дескриптор 1-ші тапсырма бойынша негізгі ақпаратты анықтауға 1 балл, қосымша ақпаратты анықтауға тағы 1 балл, және сөйлемдерді толықтырып жазып, өз ойларыңызды анық жеткізуге 1 балл. 2-ші тапсырма сан есімдерді құрамына, мағынасына қарай дұрыс талдайды. Яғни ол жерде 8 сан есім бар мәтіннің ішінде. Сол 8 сан есімнің әр дұрыс жауап берілген дұрыс жауапқа 1 балдан, яғни 8 балл қосылады жалпы саны. Барлығын алғанда сізде осы БЖБ бойынша 11 балл шығу керек. Осы 11 баллды алған кезде сізде 100% болады. Айтып кететін бір нәрсе, мына құрамына, мағынасына қарай талдаған кезде, мысалы, құрамына қарай дұрыс талдап, бірақ мағынасына қарай дұрыс талдай алмай қалсаңыз, немесе керісінше болған жағдайда, онда 1 балл мүлде есептелмейді. Уже бір нәрсе, біреуі қате болатын болса, сізден 1 баллды алып тастаймыз, түгел алып тастаймын. Ескерте кететін тағы бір нәрсе, мына жерде міне 32 минут қалған, яғни мен бұны тестовый түрін предварительно өзім таңдағанмын, сол үшін осындай болып тұр. Жалпы сіздерге экзамен басталғаннан бері жалпы есепте 40 минут беріледі. Яғни бір сабақтың уақыты, сол 40 минуттың ішінде сіздер орындап боларсыздар. Мыналарды орындап, мына жерге жазасыздар. Мысалы, 1-ші жаңағы нені бітірдіңіз, 1-ші тапсырма дейсіздер, осылайнан негізгі ақпарат осындай, қосымша ақпарат осындай жазасыздар, 2 сөйлеммен жазып болғаннан кейін. Сосын 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырма дейсіздер, 1-ші осындай сан, сызықша қоясыз, жаңағы құрамына қарай негізгі, несіне қарай туынды деген сияқты кете береді. Сосын соны толтырып болғаннан кейін, мыналардың барлығын бітіргеннен кейін, мына жерде submit exam деген тұр, submit. Осыны басасыз, сол кезде сіздің жаңағы жауабыңыз сақталады. Егер 40 минуттан асып кеткен кезде, бұл жаңағы жауап саналмайды. Бірден өзі автоматын сохранить етіліп қалады. Сол үшін 40 минутқа жеткізбей бітіруге тиіссіздер. Енді мен бүкіл сыныпқа топ-топқа бөлмеймін, бүкіл сыныпқа общий бір уақыт берем, бір менің уақытым. Сол кезде ол өздігінен сақталады, сохранить етіледі. 40 минут барлығыңызға жетеді деген ойдамын. Негізгі экзаменнің өту форматы осындай. Қандай тапсырмалар кездесетінін айттым. 1-ші тапсырмадағы мәтін аспан денелеріне қатысты мәтін болады. 2-ші тапсырма сол мәтіннің ішінде кездесетін құрамына, мағынасына қарай сан есімдерді талдау болады.
жалпы экзамен өзі форматы осындай.